Бәріне сәлем. Бүгін біздер дәулет керейдің көріғыл келін үйренуді бастаймыз. Сабақты бастамай тұрып, сіздерден каналдың дамуына үлес қосуларыңызды сұраймын. Оның бірнеше тәсілі бар. Біріншісі, егер де видео ұнаса лайк басып, немесе түсінбесеңіздер ұнаса комментарий жазып дегендей каналға тіркелу, немесе донат жіберу арқылы сіз каналдың дамуына көмектесесіздер. Осылайша каналдың дамуына үлес қосайық. Ал енді сабағымызды бастаймыз. Көріғыл кейін 10 бұрауды ойнаймыз. Бұл дегеніміз соль және де ре ноталары, стандартты строй дейді, немесе соль және ре ноталарына. Егер де нені білмесеңіздер, құлағымды ұстауды білмесеңіздер, менің каналдағы бірінші видеомды көре аласыздар. Сол жерде бәрі айтылған. Немесе фа және де до ноталарын келтіріп, кішкене қоңыр дауысты қылып ұстауға болады. Енді бұл күйді жалпы басын ойнап берейін, мен сіздерге бүгінгі үйренетін бөлікті, соны үйренеміз. Осы сөйледен бүгін үйреніп боламыз. Ең бірінші бізге үйрену керек бұл қағыс. Қағыс мынандай төмен, төмен, жоғары, төмен, жоғары. Төмен, төмен, жоғары, төмен, жоғары. Ойнаған кезде қолдарыңызды былай болады төмен, жоғары, бүйтіп лақтырып, бүйтіп ойнаңыздар. Бүйтіп қатып қалмасын қолдарыңыз. Төмен, төмен, жоғары, төмен, жоғары. Сосын төмен, жоғары, төмен. Төмен, төмен, жоғары, төмен, жоғары, төмен, жоғары, төмен. Бұл біріншісі. Осыны шығарғаннан кейін келесі екінші қағысты үйрену керек. Бұл мынандай. Бұл жерде алты қағыс бірінші. Төмен, жоғары, төмен, жоғары, төмен, жоғары. Соңғы қағысты ұстап қаламыз кішкене. Одан кейін төмен, жоғары, төмен. То есть біріншісі екіншісі қағысты үйренгеннен кейін ең бірінші бастағанда біз былай ойнаймыз. Негізі бұның бастаудың тағы бір тәсілі бар. Ол жаңа несі былай басталады. Оны енді егер де керек болып жатса, тоже видео түсірермін ол туралы. Бүгінше біздер былай бастайтын боламыз. Так, бірінші былай ұстаймыз саусақтарды. Осылайша жауып қоямыз. Қойған кезде міне былай тұрады. Не істейміз? Қатты баспаймыз, жай ғана үстінен дыбыс шықпайтындай глушка дейді ғой, тұқымшықтырып. Бірінші қағысты ойнаймыз сосын. Сосын айтпақшы, мына шыға береміз жоғары қарай бүйтіп ойнағанда. Сосын тағы да. Біз бүйтіп шыға беру керек жоғары қарай. Бірінші ойнағанда міне деп келесісі бірден кетіп қалу керек. Тоқтама арасында пауза болмау керек. Сіздер енді асықпай жаймен бастаңыздар. Деп осылай. Жылдамдық қылмаңыздар бірінші. Шатасып кеттім ғой. Келесі бөлігіне барамыз. Бұл бірінші бөлікті асықпай отырып шығарып алыңыздар. Бұның өзі көрделі болады. Яғни қозғаудың өзі екі қолды. Осыны үйреніп алыңыздар, сосын келесі бөлікке барамыз. Келесі бөлігі бұл мынандай. Бұл жерде жаңағы сол екі қағыс, дәл сол қағыстар. Қолды біз былай ұстаймыз. Бас бармақты үшінші пернеге қойған дұрыс. Бірінші қағысты ойнаймыз былай. Сосын ең соңында екі мына саусағымызбен бесінші пернені жауып қаламыз, жоғары ойнаймыз. Сонда болады. Одан кейін ашамыз, төмен ойнаймыз. Одан кейін бас бармақты бірінші пернеге қоямыз да жоғары,
сосын бас бармақты жылжытамыз үшінші пернеге, төмен ойнаймыз. Сонда ашамыз, осылай шығады. Одан кейін екіншісі кетеді қағыс жаңағы. И соңында тағы да жауамыз. Одан кейін қайтадан мынаны қайталаймыз. Сонда сосын одан кейін екінші рет қайталанады. Одан кейін ашамыз да бас бармақты бесінші перненің несіне қоямыз. Бүйтіп баспаймыз, бүйтіп қойып қоямыз да жаңағы бірінші қағысты ойнаймыз сөйтіп. Болды. Енді барлығын қосайық. Біріншісі. Әрине мен кішкене жылдам ойнауым мүмкін қазір сіздер үшін, бірақ та сіздер видеоны тоқтатып асықпай өздеріңіздің жылдамдықтарыңызбен шығардыңыздар бірінші. Сосын менікпен бірге ойнасаңыздар болады. Одан кейін біз мынандай келесі бөлігіне барамыз. Мынандай нәрсе ойнаймыз. Бұл жерде бас бармақты біз мына ойнап болдық қой. Бағанағы бөлікті. Содан кейін бас бармақты бесінші пернеге қоямыз да. Төмен ойнаймыз. Сосын жаңағы қағыс ойнаймыз бірінші. То есть мына бірінші былай. Сосын бары жетінші пернені басамыз да төмен ойнаймыз. Сонда сосын алты қағыс ойнаймыз. Бесеу екен. Қайттан. Сосын сегізінші пернеге бүйтіп жылжытамыз да үш рет ойнаймыз. Қайдан міне. Сосын қайтадан жетіге көтерілеміз. Мынандай нәрсе ойнаймыз. То есть жетіні үш рет. Сосын бес, үш басамыз. Енді бәрін бірге тағы да. Одан кейін бесінші перне ойнаймыз. Бес қағыс. Сосын мына жақта немен былай бассаңыздар болады, немесе үстің баспасаңыздар болады. Кішкене әркім әрқалай ойнайды. Бұл жерде то есть бес қағыс береді қой. Сосын жетіге барамыз да төмен жоғары төмен ойнаймыз. Бәрін тағы да. Сегіз. Сосын жеті, бес, үш. Одан кейін бес рет. Жетіні үш рет. Сосын бұлай қараңыздар, жеті ойнадық қой. Сөйтті мынаны жауымызда былай шығып кетеміз мына жаққа. Үшінші пернеге барамыз. Үш рет ойнаймыз. То есть мына екеуі де үшінші пернеде жауып тұр. Бас бармақ былай тұрмау керек, былай. Осылай бас бармақ көтереміз бірінші пернеге дейін. Үш рет ойнаймыз. Сосын бірінші пернені жауамыз екеуімен. И ашамыз төмен жоғары. Сонда қайдан басымызды. Сегіз. Жеті. Бес, үш. Бесінші перне бес рет. Жеті. Үш. Бір, ноль, ноль. Бұл жерде екі рет ойнаймыз. Екінші рет. Деп келесі бөлік кетіп қалады. Енді барлығын қосайық бірге. Сосын сабағымызды аяқтаймыз. Мінекей достар, бүгінгі видеода королокийдің басындағы бөліктерін ойнап үйрендік. Егер де сабақ ұнаса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңдар. Үйреніп жатқан адамдардың барлықтарына сәттілік, және де келесі сабақта көріскенше. Сау болыңдар.